Дефис орфографиялық таңбаға жатады. Сондықтан дефис келген жерде кідіріс жасалмайды. Бұл оның сызықшадан ажыратылатын дефис орфографиялық таңбаға жатады. Сондықтан дефис келген жерде кідіріс жасалмайды. Бұл оның сызықшадан ажыратылатын басты белгісі. Екіншіден, дефис сызықша секілді сөйлемнің мазмұнына еш әсер етпейді. Үшіншіден, шартты түрде алғанда дефис сызықшадан қысқаша болады. Дефистің қойылатын орындары: лексикалық мағынасын сақтаған сөздерден жасалған немесе қос сөздердің арасында. Инженер-технолог, батыр-ұшқыш, ыдыс-аяқ, үлкен-үлкен, бетпе-бет, ел-жұрт. Әсі, реттік сан есімдер цифрымен жазылғанда: 3-ші жыл, 5-ші рет, 6-шы бөлім, 9-шы сынып. Мұнда ыншы, інші, мышы, ніші жұрнақтарының орнына дефис қойылған. Ескерту: ай мен жыл ретін білдіретін реттік сан есімдер цифрымен жазылғанда дефис қойылмайды. 2021 жыл, 21 сәуір. Б-сы, күшейткіш буын арқылы жасалатын сын есімнің күшейтпелі шырай тұлғалары: жап-жасыл, кіп-кішкентай, әп-әдемі, ұп-ұзын. В. Ақ, ау, мыс, ды демеуліктері өзінен бұрын тұрған сөздермен тіркескен жағдайда. Мысалы, айтады мыс, келмеді-ау, сен-ақ. Г. Екі сөзден тұратын фамилияларда, адам аттарында: Әл-Фараби, Тұрсынзаде, Салтыков-Щедрин. Д. Қысқарған сөздерге қосымша жалғанғанда: үбітіге, баққа, қырының. Е. Сөздер тасмалданғанда: бала, пан, ертегі, кітап, дәптер, ге.